Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Және де сіздермен болған Токай қыз. Және де бүгін менде 24 сағат, яғни челлендж. Қандай челлендж деп ойлайсыздар? Уже астыдан оқып қойғандарыңыздай, көріп тұрғандарыңыздай, мен жаңа ғана ұйқымнан тұрдым. Мән бермеңіздер, түріме сондай болып тұр енді. Қызық болса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де бұл 24 сағат кухняда, яғни ас бөлмеде. Мен просто кухня деп айтып кеткен болатынмын, сондықтан да мән бермеңіздер. Ас бөлмеде не істейтінімді білмеймін, даже уже сөзім жоқ, короче. Бірдеме істеуге тырысам, қызықты болуға тырысам, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше бастайық. Мен және де тамақ ішпегем, сондықтан да мен жаңа ғана тұрдым деп тұрмын ғой, типа. Бір жағынан челлендж, бір жағынан таңым десем де болады деп. Бірақ менің таңым атты видеоны кім көрмеді, сондықтан да тезірек көріп кетіңіздер. Ол тоже өте қызық болған. Бұл челленджді қызықты қылуға тырысамын әрине. Және де вот мен осылай дайындап қойдым таң асында әтсейе. Және де мен шай құйған жоқпын, бірақ та шайды тезірек құйып тастау керек. Так, су құйдым. Ойбай, құрсын, енді қойдым. Так, потом суымды ішіп алайын. Өзімнің су ішетін уақытым ғой негізі. Осы таң, енді бәріміз су ішетін шығармыз тұрған кезде. Бірақ кейбіреу ішпейді деген сияқты ғой. Және де менде осындай достар, менде мохито бар екен. Ура. Ойбай, не істеп кеттім, құрсын. Вот, шайымыз қайнады, газымызды өшіреміз. Ол обязательно, әйтпесе жанып, аяқ өртеніп, быт-шыт болады ғой. Сондықтан да, вот. Және де мен осы кесені дұрыс нете алмай жатырмын, құрсын. Осылай мынандай шығарады ғой. Тока-боканың жаманы, достар, мен айтып кетейін. Қуады, достар, просто қуады. Және де мен шайымды құйып алдым, енді маған ас болсын. Сосын тамақ ішіп болғаннан кейін не істейтінімді білмеймін. Достар, мен тамақ ішіп болдым, енді ыдыс-аяқ жуу деген сияқты ғой, нервым ұстайды. Мен шешіп тастадым, достар, айтып тұрмын ғой, тока-бока қуады деп. Бір жанымызда кетті ғой. Так, мохитомды ішіп алай. Дамды десем де болады, өте күшті. Нервым ұстап тұр бірақ, деп. Енді ыдыс-аяқ жуып тастау керек, достар, өлі. Бірақ біз 24 сағат кухнядамыз, сондықтан шықпаймыз, сондықтан осы жерде жуа салам. Менде өкінішке орай посудомойка жоқ, сондықтан да осы жерде жуам өз қолыммен. Так, мохитоны қоя тұрамыз, оны қоя тұрамыз. Еще менде сок бар, мен салқында сок ішкім кеп тұр. Холодильникте не бар екен, тағы салқын, соны жеп алам ғой деймін. Ыдыс-аяқ жуып тастайын. Вот, енді мен ыдыс-аяғымды жуып тастадым, барлығын орнына қойдым. Наконец-то кәдімгідей қолдарым шаршап кетті деп. Вот, енді мен бірдеңке жасағым кеп тұр, бірақ не жасайтынымды білмей тұрмын. Бір тамақ па сондай жасағым кеп тұр. Достар, как раз тортқа не бар екен, заттар бар екен. Міне осындай, және де осындай, тағы да қандай, осындай, өте көп екен. Ура, наконец-то. Әйтеуір деген кезде таптым ау заттарды. Вот. Енді мен қазір торт жасаймын. Өте күшті торт болады деп ойлаймын әрине. Бірақ мен торт жасағанды өте жақсы көремін, және де мен торт заказ етпей өзім жасаймын. Және де жасайық. Ең алдымен осы екеуін бір-біріне қосып көреміз. Яғни айтқан кезде ең алдымен қосамыз. Міне осындай болып шықты. Сосын оны жаямыз, әлбетпеді, май қосамыз үстіне. Және де оны мен осындай табаққа сала саламын, достар, енді. Маған мән бермеңіздер. Дұрыс қойылмай жатыр, нервті ауыртып. Осындай сәттер бола ма сіздерде? Жаза кетіңіздер. Активімді көтеріп жіберіңіздер, достар. Мен соңғы күндері көңіл-күйім болмай жүр деп. Мен видеоларды ерте түсіріп тастап жатырмын, потому что скоро сабақ деген сияқты ғой.
Ал достар, енді мен осыны духовкаға қоямын, табақсыз. Себебінде ол өте жұмсақ және де асты құрғақ болғандықтан мен духовкаға салып жатырмын. Енді кішкене күтемін. Біраздан соң. Өлә достар. Енді мен тортым осылай шығды. Бірақ нормальнама жаза кетіңіздер комментарияға. Мен столды осылай жылжытып тастадым. Өте жеңіл және де мен удобный стол алғандықтан деп реклама жасап кетпей қойынша айдері. Так, енді мен осыған салам деп ойладыңыздар ма? Кәдімгідей жіберем турап. Осы қуады екен менде осы. Сіздер емес, сіздер жақсы көрем ғой, білесіздер ғой. Және де шайым баяғыдан бері қайнап ысып тұр, өйткені сырты пластмасс сақтап тұрады дегендей. Және де пышағым қайда, пышағымды аламын. Потом аяққа қоямын тортымды. Вот осылайынан қоямын осындай шедевр күйіп кеткен тортымды. Және де тураймын. Достар, мен жей салам енді, қайтем енді. Сразу жей салдым, маған мән бермеңіздер. Мохитом ішіп алайын. Негізі мен торт қана жасай алам, бірақ тамақ жасау білмеймін деп. Ой, білем. Енді осында шоколад, Барни, Альбен Голд жейміз. Обязательно Альбен Голд жеу, потому что маған ұнайды, дәмі прям вкусы прям күшті, сондықтан да мен оны жеймін қазір. Достар, өте дәмді, жеңіздер Альбен Голд деп па. Рекламировать етсем осындай заттарды. Бір реклама емес бұл деп па. Ең аяққа жіберіпті ғой менің немді. Енді тезірек 9-ға жетейікші достар. Пожалуйста, мен сіздерге тырысып жүрмін ғой. Не істесем болады? Кухнядан шыққан жоқпын, көргендеріңіздей. Және вот. Енді мен тамақ жасаймын ғой деп тұрмшы. Ой, тамақ жасаған ес. Телефон қараймын, қазір телефон алып алайын, сосын TikTok көріп отырам, сосын сондай болады, Осы жақта отырам, ойындамаңыздар, TikTok көріп. Кеш батады. Ай, достар, мен телефон көріп біттім. Наконец-то енді кеш болып кетіпті. Және де мен челленджімді аяқтайын, себебі мен қазір ұйықтауым керек, еще мен пижамамен жүргенімді айтсаңыздар, вообще таңертеңнен бері мен осы жақта болдым. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Онда лайк басып, тіркелуді және комментарий жазуды ұмытпаңыздар деп. Пожалуйста, мен активін көтеріп жіберіңіздер. Мен 9-ға тез жеткізіңіздер, достар. Мен 9-ға жетсем өте қатты қуанамын. Сосын ары қарай 1000, сосын 2000, 3000, 4000, 5000 солай кетсек екен. Әмин бұйырса.